Біз қайталаудың 3 сабағында теңдеулер мен теңсіздіктер және олардың жүйелеріне тоқталамыз. Әрине модулі бар жағдайларына да тоқталатын болам. Бұл жерде алған теңсіздік бізде кішкене түрлендіруді қажет ететін теңсіздік. Яғни жай өлшектің бөлімінен құтылып алу керек. 12 мен 15-тің ортақ еселігі 60 болса, онда мына жерге ортақ бөлім берем. 15-ке 4-ті берем, 12-ге 5-ті берем. Ортақ бөлім бердім. Әр қарай ортақ бөлім берді деген сөз бөлімінен құтыламыз сонда. Енді сонда көбейтем 5-ті екеуіне де 15, 3-ке көбейсе қосу 10x. Үлкен не тең 4-ті 3-ге көбейсек 12x, азайту 8. Енді x барларды оң жаққа өткізетін болам. Сол жаққа 10x, азайту 12x. Таңба ауыспайды, -8 өз таңбасымен қалады. 15 оң жаққа көшіп келгенде таңбасы ауысып келеді. Плюс еді, минус болып барады. Енді жерде -2x қалады. Ар жақта -23 болады. Содан кейін екі жағында енді осы жерде бөлеміз. Неменеге -2-ге бөлеміз? Бөлуде теріс таңбалы санға бөліп немесе көбейткенде теңсіздік таңбасы ауысады. Тек қана қандай жағдайда теңсіздік таңбасы ауысады? Ол бөлу мен көбейту амалында ғана ауысады. Мына жақта қосу азайтуда ауыспайды. Соны ескеріп, x кіші не тең 2-ден 23 дейміз. Сонда x-іміз кіші не тең 11,2-ден 1. Теңсіздікті шешіп болдық. Енді осыны координаталық сәуледе сызып, соңында жауап жазу керекпіз. Бір сан кез келген жерінен белгілеймін және оны бояймын. Себебі не үшін бояп жатырмын ортасын? Себебі мына жерде немесе тең деген жүреді. Осы санның өзіне де тең болғандықтан нүкте боялады. Және содан кіші сандар. Яғни сан x-тен үлкен. Осы саннан кіші сандардың бәрі өзінің сол жағында жататынын ескеріп, сол жаққа қарай бояп шығамыз. Және санды жазып қоямын мына жерге 2-ден 1 деп. Енді соңында теңсіздіктің жауабын жазатынбыз. Жауабы сол жақта минус шексіздік бар. Минус шексіздіктер ешқашан тік жақша болмайды. Ол шексіздіктің шегі жоқ, сондықтан жай жақшамен ғана ала аламыз. Содан бастап -11,2-ден 1-ге дейін тік жақша. Себебі мына жерде нүкте боялады, немесе тең дегенді болғандықтан осы тік жақшамен ала аламыз. Бұл теңсіздікке берілетін есептер. Келесі осы теңсіздіктер. Енді теңсіздіктер жүйесіне кеп тоқталайық. Теңсіздіктер жүйесі 2 теңсіздіктен тұрады. Біз бұндай жүйені шешу үшін 2 теңсіздікті бөлек-бөлек шешетінбіз. Сонда осы бірінші теңсіздік не істеймін? Бірден жазып кетейін. Жақшадан құтыламыз ішіне көбейту арқылы. Сонда 3x болады, көбейтсек. Және 8 24. Үлкен 9, азайту 2x-тен. Мен бірінші теңсіздікті алып бір шешіп тастаймын. Екі жағындағы ұқсас мүшелерді бір жаққа көшірем. 3x қосу болып келеді минус таңбасы сол жаққа көшкенде. 9 өз жағында тұр, 24 таңбасы ауысып келеді. Сосын мына жерде 5x үлкен 24 15 минус 15 қалады. X тең, енді бөлеміз, ол кезде теңсіздік таңбасы ауыспайды, себебі 5 оң сан. Бөлетін санға қараймыз. Мына жақтағы теріс таңбаның теңсіздік таңбасына әсері жоқ. Минус 3. Біреуін шешіп болдым. Екіншісін шешейін. Екіншісінде де дәл солай 3-ті жақшаның ішіне кезегімен көбейтетін болам. 3x қосу 12 үлкен не тең x қосу 5 деп жақшаны ашып алдым. Екінші теңсіздікте бар. Енді ұқсас мүшелерді көшірем сол жаққа. Сонда 3x азайту x үлкен не тең 5 азайту 12. 3-тен 2-ті азайтсақ 2x қалады, 1x азайтсақ. Минус 7 x үлкен не тең минус 2-ден 7. Немесе x үлкен не тең минус 3,2-ден 1. Деп 2 теңсіздікті шешіп алғаннан кейін 2 шешімнің қиылысуын аламыз, себебі бізде жүйе. Сонымен 2 шешімді де жазамын мына жерге. Бірге жаза берейін.
минус 3 пен минус 3-тен 2-ден 1-дің кішісінен үлкеніне қарай орналастырып алайын. Минус 3 боялмайды, себебі қатаң теңсіздік тұр. Ал минус 3,2-ден 1 ол боялады. Минус 3,2-ден 1 боялады. Кішісі сол жаққа жазылатын білеміз. Содан кейін біріншісінде минус 3-тен x үлкен. Үлкен сандар өзінің оң жағында жатады. Ал минус 3,2-ден 1-ден де x үлкен. Ол өзінің сол жағында, оң жағында жатады. Оң жағынан плюс x-ке дейін кетіп жатыр. Асты үстін боядым. Енді осы жерде боялған, штрихталған бөліктің асты үсті де боялған бөлігі біздің теңдеуіміздің қиылысқан жері, яғни екі теңсіздікке де жататын жерін біз теңсіздіктің шешімі ретінде аламыз. Қиылысып тұрған бөлік міне, мынадан бастап мынаған дейін. Мына бөлік боялып тұрған жоқ, сондықтан біз оны алмаймыз. Жауап минус 3-тен плюс x-ке дейін болады. Минус 3 боялмағандықтан жай жақша, ал теңсіздік өзі де, онысы да жай жақша. Есептің шешімі осылай болады. Енді модулі бар теңсіздіктерді қалай шешеміз, соған бір тоқталып өтейік. Модульдің алдымен осы екі модульді жазып қойып, салыстырмалы түрде айтсақ, модуль бізде ішінде не болғанына қарамастан модуль саннан кіші болып тұр мұнда. А мұнда модуль саннан артық болып тұр. Осындай екі жағдайда ажыратып, бөлек шешуін екі түрлі орналастырамыз. Бір-бірімен айырмашылығын сонда түсінуге болады. Егер модуль саннан кіші болса, осы өрнегіміз осы берілген санның терісінен үлкен, модульсіз жазылады. 2x кіші не тең 9-дан. Яғни 9-ның қарама-қарсы саны минус 9, екеуінің арасында жатады деп аламыз. Содан кейін осы жерден ең соңында ортада x қалғанға дейін артық нәрселерден құтылып отырамыз. Сонда осы жерде алдымен керісінше орындаймыз, бірінші көбейтеміз, кері амал, ең соңында орындалатын амалдан бастап құтыламыз. Бір мында алды плюс қосылып тұр екен, онда біз осы жерден азайтып береміз бірді. Бірді азайтамыз. Сонда минус 10 болады азайтсақ, мына жерде минус 2x қана қалады, мына жерде азайтсақ 8 болады. Енді әлі де болса x-тің жанында минус 2 көбейтіліп тұр. Онда біз оған кері амал бөлу. Яғни бөліп береміз минус 2-ге. Бәрлігін. Сол кезде минус 10-ды минус 2-ге бөлсек 5 болады, екеуі де минус болғандықтан. Ал біз теріс санға бөліп тұрғандықтан теңсіздік таңбасы түгелімен өзгереді. Мұнда x қалады, 2-ге бөлсек, мұнда минус 4 қалады. Міне. Ал егерде өзгертпей кетірген жағдайда теңсіздік мына жерден бізде жалған шешім шығушы еді, себебі 5 минус 4-тен кіші болып қалушы еді. А біз өзгерткендігімізден бізде ақиқат шешімі алып тұрмыз деген сөз. Сонда есептің жауабы осы модульді теңсіздіктің шешімі минус 4-тен 5-ке дейін. Сызбай-ақ та білуге болады. Ал сызу керек болса, сыза салайық мына жерге. Минус 4 кішісін белгілеймін, және 5. Екеуінің x арасында жатыр, онда арасын осылай көрсетіп қоя аламыз. Сосын барып жауап жазуға болушы еді. Келесі, модуль саннан артық болған жағдайда, онда осылай қос теңсіздікпен істемейміз. Онда бөліп екі түрлі зерттейтін боламыз. Біріншісі, тура осы модульдің қалай тұр, соның өзін аламыз. Ал содан кейін оны есептеп тастайық. Мына жерде минус 2x, бірді азайтсақ 6 болады. X кіші не тең минус 3-тен де біріншісін шешіп тастаймыз. Екіншісі, осы модуль аламыз ішіндегі өрнектің бәрін. Таңба қарама-қарсы таңбаға ауысады да минус 7 дейміз. Санның қарама-қарсынан кіші деп аламыз. Міндетті түрде қалай берілді солай бір рет аламыз. Екінші теңсіздік таңбасын ауыстырып барып, соңындағы санның қарама-қарсысына ауыстырамыз. Бірақ модульсіз. Енді осы жерде шешейік. Минус 2x кіші не тең азайтылғанда минус 8 болады. X үлкен не тең 4-тен деп екі шешім алып алдық. Бізде мұнда екі рет есепте екі шешім шығады. Сол екі шешімнің біз қиылысуын алатын боламыз. Сонымен
-3 бой алады. Өйткені немесе тең бар. -3-тен x-іміз кіші. 4-тен қиылысуын емес, бірігуін алатын боламыз. Бұл жүйе емес қой. 4-тен x-іміз үлкен. Шешімді жазған кезде минус шексіздіктен -3-ке дейін біргеді 4-тен плюс шексіздікке дейін деп аламыз. Міне, модулі бар теңсіздіктер шешудің екі түрлі жол. Егер модуль санынан кіші болса, қарама-қарсы сандардың арасында жатады, ары қарай қос теңсіздікті шешеміз. Модуль санынан артық болса, екі түрлі жолда шешетін боламыз. Және шығарылу тәсілін айтып кеттім. Шешу үшін біз теңдеуді шеше білу керекпіз. Ол теңдеулерді осыған дейін қайталаған есептерде қарастырдық. Енді теңдеулер жүйесі 2 немесе 2-ден артық теңдеуден құралатынын білеміз. Осы жерде айнымалылардың коэффициенттерін бірдейге келтіру арқылы қосу тәсілмен немесе алмастыру тәсілмен шешуге болады. Мен қосу тәсілі үшін осы есепті шығарайын. Сол кезде менде екі айнымал бар, x, y. Екеуін де келтіріп көрсетейін. Мысал, бірінші x-терге қарайық. Біреуінің алдында 4 коэффициент, біреу 2. Екеуін бірдейге келтіру үшін бірінші теңдеуді 1-ге, екінші теңдеуді 2-ге көбейте аламыз. Сонда бірінші теңдеуіміз бізде өзі қалпынша қалады, себебі 1-ге көбейтіп атырмыз. 4x қосу 3y тең -7. Ал екінші теңдеуді 2-ге көбейткендіктен ол 4x азайту 2y тең 18 болады. Міне. Осылай екі жаңа теңдеулер жүйесін алып алдық. Енді x-тердің алды бірдей болғандықтан біз қалайда болса осы x пен y-тің біреуін жою керекпіз ғой. Бір айнымалысы бар теңдеуге келтіру үшін. Сондықтан x-тің алды бірдей болғандықтан біз азайту амалына көшеміз. Яғни азайтамыз. 4x-тен 4x азайтсақ 0, 3x-тен азайтамыз -2y, сонда қосылып кетеді 5y. Тең -7-тен азайтамыз 18-де -25 болады. Онда y тең болады -5-ге. Бір шешім шықты, y. Бізде екі айнымалы бар. Екі теңдеудің қайсына апарып y-тің орнына қойсақ та бола береді, әйтеу x-тің мәні шығады. Қайсына қойсақ та бәрібір. Біріншісіне қойсақ та, екіншісіне қойсақ та. Екіншісі y жалғыз өзі екен, соған апарып қоя салайын. Сонда 2x азайту -5. Y-тің орнына -5 қойдым, тең 9 деп тұр. Сонда 2x мына 2 плюс, ар жаққа минус болып барады, тең 4 болады. X тең 2. Сонда шешім 2-де -5. Осы шешіміміз тағы екінші тәсілмен істейік. Дұрыс па, қате ма көрейік. Екінші біз y-тердің алдын келтіріп көрейік. Y-тің алдына қарсақ біреу 3, біреу 1. Онда 3-ге келтір аламыз. Біріншісін 1-ге көбейту арқылы, екіншісін 3-ге көбейту арқылы. Ал 3-ге көбейттік, онда жаңа теңдеу пайда болады. Біріншісін өзін жазамыз. 4x қосу 3y тең -7 тұрады. 3-ге көбейтсек екі жағында 6x азайту 3y тең 3,927 деген жаңа теңдеу алып шықтық. Осы жерге қарасақ, y-тің алды бірдей, бірақ таңбалар әртүрлі. Онда біз осы y-тен құтылу үшін біз екі теңдеуді бір-біріне мүшелеп қосамыз. 4x-ке қосамыз 6x, сонда 10x шығады. 3y-ге -3y-ті қосса, қарама-қарсы сандар жойылып кетеді. Сосын мына жерде қосу амалы керісінше азайтылады 20. x тең 2 болды. Мұнда x тең 2 болды. Енді апарып әуелгі теңдеудің біреуін апарып қойсақ, кез келген біріншісіне қоя салайын ба, жарайды. 4 көбейту 2 қосу 3y тең -7. Онда 3y тең -7-тен 8 -15 болады. Мұнда 8 арғай барған кезде y тең -5. Жауап x-іміз 2, y-іміз